Hürmetli tыңдарман, sizlerin tыңдап отырғандарыңыз Әпәтей Мұхарабұлының киелігі шатты романының жалғасы. Демек, хикаямызды тауда қалған мүліктерге бұрар болсақ, бала кезінде жақшы 1957 жылы мүліктің кеңесін ет құлағымен естіген қазіргі Ақсай ауданында тұратын 74 жастағы Жәдік Төлеубай Тоқтарұлы есте қалған кеңестерін былай деп әңгімелейді. Көшті жүргізіп қойып, сұр бастауда жауды тостық, деп жалғастыратын мүлік кеңесін. Қасымдағыларға жау келіп бастауға түссін, жақындатып ат құралдарынан олжа түсірейік дедім. Бар бетіне қараған молламыз сабырсыз қорқақ адам екен. Жау бастауға жетпей оқ шығарып қойып, жау аттан түсіп жыра-жықпыты паналып жатып алды. Біз де көп тосып, тағатымыз таусылып, көштің соңына кеттік. Жау да қуғанын қоймады. Біз тосып мылтық тоқтайды, жүрсек артымыздан ере жүреді. Сөйтіп аңдысып отырып, екі кезең асып, Қанамбар тауының күнгей бетіне түстік. Астымдағы атым болдырып, жарақатым ісіп, ауырып жәлімді көзіме көрсетті. Қасымдағы молла мен баянға, молла сен барып көшті жазыққа шығармай, тауды бөктерлетіп батысқа тарт. Баян сен Динаның астындағы торы атты маған алып бер. Тез болыңдар дедім. Албасты басқанда көш салып ұрып жазыққа тартты. Баян әлгі торы атты әкелмей бір шабандау көк атты маған зорға жеткізді. Оған дейін қайнаға Мұхаметқали екеуміз бір сайды құлдап келе жатқан жауды қабақтап отырып, боранды күнгі жапырақтай түсірдік. Сайдың іші өкірген адам кісінеген жылқы. Зілзала болып, тау тасқа жаңғырып жатты. Қырсық шалғанда тағы бір саймен құлдаған жау әскері төмен барып жазыққа шыққанда бірақ көрінді. Амал бар ма? Араға түсетін тартымды көлік жоқ. Боғымды пышақтап Баянға сөйлей бердім. Жау сол беті барып көшке араласты. Мен бір төбеде дүргі тартып отырдым. Мұхаметқали барып, өлген әскердің оқ қапчығын мылтығын алып келді. Көш мидай жазықта таяу мүмкін емес. Сонымен үлкен бесінде көшті қайызға қарай айдады. Біз тау ішінде қала бердік. Осыдан соң көшпен жауды 3 күн сырттай бақыладық. Көшті сол беті Дабатыдан асырып айдап кетті. Қаншасының тірі, қаншасының өлі екені белгісіз. Аңырып далада біз қалдық. Төртеуара бір шәйнектен басқа ештеме жоқ. Мылтығы бар кісі азықсыз бола ма? Бір құлжа астан 3 күндік азық. Жарақатымды күнде жігіттердің сідігімен жуып, оқтың дәрісін сеуіп қоямын. 2-3 күн дем алған соң қара қотырлана бастады. Bir күні Дабатыны қолдап келе жатсақ, ұсақ малдың ізі бар екен. Үміттерім соған түссек, бір сайдың бұрылысында 3 мұңғыл үй отыр. 10 шақты адам бар екен. Бірер ауыз мұңғыл тілін қайырушы едім, бір жағын ымдап, бір жағын қорқытып, қолымыздағы мылтықтың бірін беріп, бір шаңырақты үй ыдыс-аяқ алдық. Баян тұрып маған: аға, әнеу келіншек пе, қыз ба? Соны ала кетпейміз бе? Бізге тамақ істеп, тон тігіп беретін әйел адам керек емес пе деді. Ойласам, ол да жөн екен. Зорлағандай қылып, оны да алдық. Қораларындағы түйеден 3 атанға үйді артып, түнделетіп жолға түстік. Әлгі қыз 2 күн жылаған соң көзінің жасын тиіп ақылына түсті. Біз сол беті тартып отырып Қанамбардың қараңғы сайына барып бекіндік. Басқа елдің қайда кеткеннен хабарым жоқ. Әлгі әйел мен Баян екеуі атылған аңның терілерін сорға иілеп тон шалбар тігеді. Мен көбінде қарауылда боламын. Bir күні дүргі тартып отырсам, Қанамбардың басқа көзінде бір түйе жүр. Атқа міне салып барсақ, сүйреткен арқаны бар. Қасына жолатар емес, әбден шошынған мал секілді. Тірі ұстасақ та қол болмас деп атып алдық. Кейін ұстақ сол әлгі адамның басын артып шошынған түйе секілді. Bir күні қалың қар басып алды. Басқамыз аңға малға шығып кетсек, Баян қолында жүгені бар далада жүр. Не болды десек, ой, мен үйде тон тігіп отырсам, әлгі қатын торатқа мініп қашып кетіпті деді. Баянның ынжықтығына ыза болғанымды сұрама. Қалың қарда іздетісіп, құлақтыға дейін қудым. Баранын көрсетпей кетті. Тағы сопайып төртеуіміз қалдық. Қыс осылай өтті. Үкіметтің сол құрлы көп әскерін қырып тастап, Дұңқанға қатын баланы іздеп баруға батына алмадық. Ентауда жата беретін емес, Сарғалжыңда отырғанда мұңғылдардан Қайыздың оңтүстік жағында Маққай Сайдам деген жерлер бар деп естігіміз бойынша, күн жылына Торайғырдан асып, Китнорды басып, Мақай деген Сарғалға барып аялдап отырғанымызда Құсайын тәйжі бастаған жордырушыларға жолығып, соларға ілесіп, Гәс, Қызылтас деген жерлерде отырған қалың Найман Керей еліне жеттік.
Uwaktardan bizden göçüp ketken Ädilkan jana Altynbay, Äbdirahtar bar eken. Bölünüp sol agayındırga siňip ketdik. 1942-nji ýyly kışta sol jakdagy ýelge Gömüýden hökümetiniň wäkili bolup bir neçe kazak bardy. Ruwbaslar Ymraga gelip 1943-nji ýylyň başynda Haýyz Haltyn Osbökterge köşüp gelip ýanaktady. Gäste Molky Pyskanbaýdyň jas kyzyna kuda bolup goýgan edik. Äbdirek ekebimiz Jortubulga baryp, mala kelip sol adamymyzdy alyp alaýyk dep tagy os Haýyzdan Jortubulga çykdyk. Bir-iki günden keyin ülkön saýdanyň sargalynja galap kele ýatsak, taw böklerinde adam mal jürgen sekildi. Jakyn baryp baýkaýyk dep taýy bergenimizde alymyzdy tosup goýgan eken, atgylay jöneldi. Közi çykkan emelerdiň ogy darymady. Attyň basyny burup tura gaçdyk. Közüme juwuk guratda jaldap bar ýatgan bireýdiň karaşy çalynyp kaldy. Sütköçe kewdemden ok sart ede düşdi. Özümdi biley almay attan awup düşdüm. Mingenim biye edi. Tebini men gelip oda olmak astı. Derew esimdi jip biye turgança kayta kargıp indim. Biye tulap jüralmaydı. Süýsem awup bawruna düşüp ketipdi. Men jalaňaç arkasyna tepektep durupmyn. Biyeden kargıp düşüp bir sergek tasga mıltık salıp otura kalıp eki atıp jiberip, "Oýbay Äbdirek, ana biyeni ertip jiber" dedim. Sasgalaktap jan-jagymyzdan ok burk düşüp jatyr. Közüm karawul jaksy körünbese de mölçerlep tagy bir neçe atyp jiberdim. Ajal toşpaganda ok darmaydak eken. Biyege taska çygyp durup minip alyp bir tumçukdy aynalyp jöneldik. Sonu men keşke bir tas üngür taýyp, sonda bir juma jatdyk. Şetin juwatyn därim ekebimizdiň nesebimiz. Atga jüri alatyn bolgan soň samtyrap elge geldik. Sonun gökdeminde Altyntawyň terskeyindegi jyňgyldap oturgan molkularga baryp almany alyp gaýtdym. Jazynda Sagydollalar bilen birge Orsalda oturgan Dunhanga baryp Beýbişem, Dine inelerim Imangaly, Nogataýlарды alyp gaýtdym. Karyndaşymyz Külände şoýa kişilikke alypdy. Başgalaryna da sol düngün köp kömek kılıp musulmançylyk istepdi. Bir gança balany düngündir ýemlenip ketken eken, ýe çykkanlar jakyn maňdagysyny tabyp aldy. Alyska alyp ketgenler tabylmay goýdy diýmin. Ol bir zamanlar solay kan geçtirip kaygı jutturup ötdü. Bizde kanga boyap, özleri de kanga malıngan düngün askeri bölümü keyin işki jakka jötkölüp ketdi dep eşitdim. Ostan soň bul jakdagy kazakka jerlik hökümet ýe bolup durdy. Bir gança ýyl beýbit zaman ötkürdik. Aýtbakçy, biz Beýhuwadan gaçyp ketken güni geçdi, Dunhan gurzasyndagy askeri ştatlaryna baryp namaza katnaşkan askerler kaýtyp gelip jurtda baýlalyp jatgan 3 askerdi görüp, sodan keyin 120-nyň üstünde asker erteňide taňerteň bizdiň izimizge düşüp jolga çykkan eken. Kançasy kaýtyp bargany belgisiz. Bir bölümi joldan kaýtyp kolga düşken katyn balany aýdap Dunhanga gelipdi. Jakşa. Bir aýdysta 300 asker çykkan eken. 80-i gana tiri gaýtypdy diýdi. Bunyň da fakty azdap. Katyn balany aýdap Dunhanga gelipdi. Tölew Baýşal tülkü murtun sılay oturup oslay keňesine aýakdatdy. Kusaýyn Toňguşbaý, Salakitdan gatarly awullardyň Şinhaýga ötüp barysy. Sürözeniň çygyşyndagy köp sanly ýel 1939-njy ýylyň kazan aýyndan burun Surdyň basyndagy Aýgubelden asyp Şinhaý jerine ötüp ketken soň Oýurhun, Tuğla gatarly jerlerde Şakabaý Nurgaly Ýükürdaý, Jädik Sydykaý, Sarbas Isabaý, Jügelbaý, Merkit Kasym, Karakas Hasydyň awullary gana turakdap durup baldy. Sürözeniň batys böklerindegi Naýman Kusaýyn Esdewlet Toňguşbaý, Barky Maguzum, Molky Salakitdan, Şakabaý Kam, Kabdyl jana Uwak Altynbaý gatarly başga ergeriden guralgan awullar da alagyzyp ýerinde kalganday ornuksuzlyk ahwallarda boldy. Jerlik Moňgullardan Şinhaýdyň batys raýonundagy jerlerdi surap gosup, elbasylarynyň da işteý jasagan esepleri jiýile düşdi. Oso orayda Kaşgar belmen Sarıgalçynyň basynda oturgan el Sigirla göçüp Kızıldawondan asyp Haltyn özeniň angaryna düşüp, jerlik Moňgullar bilen tanys tamyr bolup az gün turaktady. Ostusta bolgan bir okygany Buğra Naýman Aralbaýdyň uly Kyzyr Jakşa 78 ýaşda Kumul galasy Ulataý awulynda turady. Aralbaý uly Kyzyr bulay geňes kıldy. Bizdiň awul 1938-nji ýyly Uwak Äýenbet bilen birge Gänsüge ötken eken. 39-njy ýyldary soňunda Kusaýynyň awuly Sargalçynyň basyndan Haltyn jakka göçkende bizdiň üý köylük jok bolup köşe almay galypdy.
Әкем Құсайынның ауылының артынан барып, ағайыннан бөлініп қалғаным қиын болды. Көшіп келетін көлік берсеңдер десе, Құсайын, Кәбен, Ақыман, Мұсабайлар Доңхан жаққа жортуылға барғалы жатыр. Солармен еріп барып, ат, түйе, көлік әкеліп алмайсың ба депті. Әкем, кім бізге ат көлік даярлап қойды ғой деп едің. Жортуыл деген жан алып жан беретін іс. Жаман қатын жас баланы тастап сені іздеп келгенде айтарың осы ма деп ренжіпті. Содан Мұсабай келіп, елдің бәрі жортуылға барып ат түйе әкеліп жатыр. Көппен бірге барып көлік құрап алғаныңыз жөн. Қашанғы елге жалынып жүресіз. Көппен көрген ұлы той, жүріңіз деп әрбілеген соң әкем амалсыздан мақұл болыпты. Олар әргерейден 60 адам шығып Доңхан мен Әншейдің ортасындағы сарғалдан түйе қумақшы болғанда алдарынан әскер шығып екі жаққа атысып, кешке әскер шегіліп кетіпті. Әкем Аралбай жағдайды болжамақшы болып көтеріле бергенде оққа ұшыпты. Сөйтсе жау жақтың қаша шегінгені жалған екен. Жаяу әскер керіште бұғып отырыпты. Тұтқиыл шыға келіп қазақтарды бет қаратпай атқылап, әкемнің сүйегін алғызбай алып кетіпті де. Ісіп кеуіп кеткен сүйекті сұр жақтағы қазақтарға апарып көрсетіп, кім екенін анықтатады. Мұның мұрт сақалы Құсайынның Ақыманына ұқсайды екен депті. Сол себепті Чишуанда Махбукаң 30 әскер шығарып Құсайынды ұстап әкелуге бұйырыпты. Осыдан кейін Құсайын Сүймен деген туыстымыздан 3 түйе, 2 ат жетелетіп, біздің үйді көшіріп келуге жіберіпті. Ертең көшеміз деп отырған күні 2 ат жоғалып кетіп, бірге көшпекші болып отырған 2 үй көшіп кетті. 4 күннен соң ат табылып, тағы ертең көшеміз деп отырғанда дүнген әскер келіп, Әйембеттің елімен қосып айдап, Шыңқайдың Долан ауданына бір-ақ апарды. Доланға барған соң дүнген ат түйені жиды. 3 үйге бірден бала салды. Мені шешем Нұрила, Жақша, Барқы, Сәрсенбінің қызы. Шешем Нұрила алып қашып құмда 3 ай жүрдік. Қайтып келсек баланы алып болыпты. Содан дүнгеннің сиырын бақтық. Біз сөйтіп Гәс жаққа көшіп кеткен туыстарымыздан бөлініп Долан жақта қалдық. Күні бүгін қайтып іргеміз қосылмады деп Қызыр Ақсақал ауыр күрсініп кеңесін аяқтатты. Содан әлгі шыққан 30 әскер күнді түнге жалғап суыт жүріп, қалтынның қысағын қыстап отырған Құсайынның ауылына келеді. Жол бастап тілмәш болып келген дүнген Мажингу бұлар келісімен суық жүздерін сыртына салып, Құсайын сенің ауылыңнан 60 адам шығып Доңхан мен Әншейден мал қуып, ел арасының тыныштығын бұзды. Сол себепті біз олардың бірнешеуін қолға түсіріп, атаманы Ақманның басын алып Доңхандағы Жамбылдың дарбазасына асып қойып, кімдегін бұлаңшылық істесе, көретін күнің осы деп жалпы тұрғындарға сес көрсеттік. Осы келгенде Ақманның ауылын айдап Доңханға қайтпақшымыз. Және Құсайын өзің де ере барасың. Тезден сол ауылды жеп алдымызға сал деді. Хандарын ішіне тартып. Құсайын сыр білдірмей кекілдеп күліп, ой батыр екелер, сендер қате келіп қалған екенсіңдер. Біздің ауылдан ешкім қия басып шетке шыққан жоқ. Ақман деген мынау. Қазан жақ төсек алдында отырған Ақманды нұсқап, мен азаматтарымды ондай бұзақылық істеуге бастырмаймын. Сенбесеңдер осы төңіректегі мұңғылдардан, Қайыздағы Жарымпілдегі елден сұраңыздар. Ол қарақшылар сол жақтағы елден шыққан өз адамдары болуы мүмкін деді. Кәннен гәбәрсіз кең сөйлеп. Қасында отырған басы тоғадай ұзын қара мұртты сом денелі Ақманды өңі сұрланып көзден ұшқын шашып. Ақманның басын алмақшы болсаңдар, мен мұндамын. Бірақ Гәнсуге келгелі істеген иненің жасуындай қылмысым жоқ. Әкеңнің аузы керейлер арам боқшы мен секілді қара мұрт біреуді құрбанға шалып, соның пәлесін алыста деп бізге аудырған ғой, деп ызадан булығып кетті. Құсайын оның тізесін қағып тоқтатып қойды. Басқа да көп сұрақтар қойылып, у-шу көп кеңес болды. Мажингу өздерінің қате басқанын мойындап, қайшылықты күрделестіріп пәле тауып алудан қорқып, ондай болса бізді ол жақтағы қазақтар алжастырған екен. Әскер бастап келіп ауыл шырқын бұздық. Ғафу етіңіздер. Бұдан бұлай Мажингу ұялса да, қорқса да терлеттеп көп насихат айтты. Соңында Құсайын тәйжі мен Ақман екеулеріңіз бізді бастап Сарғалжыңнан Сұр өзені жаққа жеткізіп қойыңыздар деп талап қойды. Бұның да іштей бір жоспар бар болса керек. Құсайын біраз қысылып барып, бір қулы ойлай қалды да. Жол бастап жүрген адамдарыңызда бар екен. Біз жерді осы мұңғылдардан артық білмейміз. Алдияр тақсыр, бізді әурелемей ақ қойыңыз. Мына биік жерге үйлесе алмай екеумізде ауырып жүрміз. Осы қыста бір қанша нәрестеміз де шетінеп кетті деп
мұңайғандай болды да: «Әй, азаматтар, не қылып тұрсыңдар? Қойды айдап келіп, мына қонақтарға мал сойыңдар. Ақыман, сен барып жылқыдан 2 жорға ұстатып алып кел. Біз қазір Гәсу ұлығына қарап отырған елміз. Мына кісі біздің төбемізден қарайтын құдаяқы иеміз екен. Бұл кісіден мал аяп қажыға барсақ та қабыл болмас. Болыңдар тез. Әр үйге шай қайнаттырып тамақ астырыңдар. Мына ағайындар Жонтаудағы жорықта қанша жырғап жүр дейсің?» деді үні көтеріліп. Сөйлеген сайын тілінің мүкістігі ауырлай түсті. Тілмәш мырс етіп күліп жіберді де Мадарынға ауларып отырды. Мадарының жүрегі орнына түсіп, өңі балыл жайнап, екі езуі екі жақта ырсия қалды. Болды, әуре болмаңыздар. Біздің азық-түлігіміз толық. Қазір жолға шығамыз, деді күлгірсіп. Оның өңінен күмән мен үміт ұшқынның алма-кезек таласып тұрғаны байқалады. Келгендердің қорқатын жөні де бар еді. Алыстан шаңды аспанға шығарып, сап сарала болып келе жатқан топты әскерді Құсайынның азаматтары ерте көрді. Бір сойқанның болғанын іштей сезген Құсайын ауыл азаматтарын жинап, қаруларын алып, аттарына мініп, ауылдың бас аяғындағы төбенің артына барып, көліктерін жасырып, өздері төбеден атыс алып, бойларын жасырып отыра қалды. Бұрын қазақпен жауласпаған әскерлер кәннен кәперсіз ауылға келіп түсті. Қазақ ауылы мұндай жау көзбен қарап, үкімет әскеріне қарулы сес көрсетеді деген үш ұйықтаса ойларында жоқ. Найқалып аттарын байлап жатқанда екі төбеден Қазекең елсің бе, жаусың ба деп айғай салып мылтық кезеді. Не болғанын білмей шошып кеткен әскерлер мойындағы мылтықтарын алуға шамасы келмеді. Түгел қолдарын көтеріп тұрып қалды. Алдында топты адамнан сескеніп, ат құйрығынан алуға батына алмаған иттер де арсылдап жетіп келді. Сыртқа шыққан бірде-бір қатын бала жоқ. Аздан соң істің не болғанын сезіп, ес ақылын жиған Мадарын қасындағы Тілмәшқа: «Үкімет әскеріміз, қорықпаңдар», деп айғайла деді. Үнжұрғасы түсіп, тарсылдап соққан жүрегін баса алмай, осыдан соң екі жақ ымыраға келіп, әскерлерді қаруын бір жерге жиып қойған соң, Құсайын, Ақыман, Кәбен қатарлы бір қанша адам төбеден түсіп, Мадарынды бастап үйге кірді де жоғарыда айтылған кеңеске кіріскен еді. Бұлардың қорқынышы мен тез жұмсай қалуында осындай сыр бар болатын. Міне осындай жағдайда Мадарың Майқан мамыр қонақ болып жатудан бас тартпаса да шарасыз еді. Сонда да Құсайын өзінің май өкшесін ойлап, кешірім сұраған болып, бір қанша қойдың терісін сыпыртып, әскерлерге бөктертіп, Мадарынға қара жорға атқа кілем жауып, және бір жамбыны қоса тартып беріп жіберді. «Сіздер әскери адам, тәртіптеріңіз қатаң, қонақ бола алмасаңыздар, біз енді ешқайда бармаймыз. Бұл жердегі мұғыл бауырластармен үйір айқас болып қалдық. Өздік келіп тұрыңыздар. Жердің шалғайынан басқалар құсап Мажужиге барып сәлем бере алмадық. Аманшылық болса осы жазда жүздесіп қалармыз. Ал енді жолдарыңыз болсын», деп жолға салды. Тарту таралға көз тұнған жемсау Мадарың Құсайындарға жол бастатқанды да ұмытты. Енді бір жағынан аман есен құтылғанша асықты. Сонымен бұлар Шарғалжыңды басып тура Дұңқанға қайту жоспарларынан өзгеріп, түнделетіп Делдірекей асуынан асып, Кіші Қалтынға түнеп, Бөктердей жөнеліп, Қызылтастан асып, Көксеркені қыстап отырған Тұңғышбай ауылына тартты. Мадарын Тұңғышбайдың артық қуыс екенінен пайдаланып, артық пайда тапқалы келгенін бесенеден белгіледі. Осыдан 3 күннен соң Көксеркедегі Тұңғышбай ауылынан қосар атпен хабаршы келіп, Мадарындар биді кісендеп тастады. Тұңғышбайды ел осылай атайды. Жақша. Кісендеп тастады. Кезге толатын ат жинап бересің. Басқаларға 2 рет алман түскенде сен 1 ретте алман төлеп үкіметке үлес қоспадың. Егер толық төлемесең, ескі қылмысың үшін Шишуанға алып қайтамыз деп жатыр. Би сіздерге көмек қолын созсын деп жіберді, деді. Құсайындар дереу ақыл құрап, немере інісі Кәбен бас болған 6 кісіні аттандырды. Бұлар күн-түн қатып Тұңғышбайдың ауылына келген соң, Саруянға өлердегісін айтып, 10 шақты аттың үстіне күрең жорғаға халы келем жауып, жамбысымен қосып қойны қоншына тығып жүріп, зорға құтылды. Тұңғышбай би Кәбенге рахметін айтып, ат мінгізіп шапан кигізіп қайтарды. Мадарыңдар әсілі сұр жағын орап қайтпақшы еді. Баяғы қазақтардың ішіндегі көталақшып тыныш жүрмейтін біреу Тұңғышбайдың 1927 жылдары Мажың тауында кіре шауып, кешірілмес қылмысы өткізіп қолға түспей қиыр қонып шет жайлап жүрген шылбыр қашаған екен. Шағын ауыл осындай шет жерде отырғанын Мадарыңға баяғыда жеткізіп қойған екен. Пайда десе өлерін білмейтін Мадарың
Жол бастаған Моңғолдан Тұңғышбайдың ауылын сұрап алып, тұтқиыл басып қалып, қару-жарағын жинап алып, ойларына келгенін істеп, биді кісендеп алған. Ауыл азаматтары астыртын ақыл құрап, жылқы жиып келеміз деп бір азаматты хабарға жіберген еді. Осы 3 күнде де жылқы жиылмай жатыр деп сырғалап отырған болатын. Ал Мадарың кәбендерді көргенде арт жағында көп адамы бар болуы мүмкін деп іштей күмәнданып, тез ымыраға келіп, аларын алып жолына түсті. Осыдан кейін Тұңғышбай қауіптің таяп келе жатқанын сезіп, үкіметтен, елден алыстап кетпесем болмайды екен деп іштей түйіп, малдың төлдің қарақұлақтануын тосты. 1940 жылдың басында туылған мүлік бастаған Бейху уақиғасы, Аралбай оққа ұшқан Алпыс бұланшы уақиғасы үкімет пен қазақтың арасына қайшылықтың өшпес ұшқынын тастағандай болды. Осы уақиғадан 10 шақты күннен кейін, яғни 1940 жылы ақпанның аяғында Құсайынға қарасты ел ат көлігін жиып жабал көшті. Құсайынның мұндағы ойы: Мадарыңдар қайтып барған соң Алпыс бұланшы оқиғасы қалай да анықталады. Аралбаймен бірге барғандардың ауылы бізбен бірге екені сезілсе, бұл елге бір үлкен апат болмай қоймайды. Қашанда қайта шапқан жау жаман деген осы. Енді бір Есінхан, Адубай, Әйембеттер барған сайын Мафуфанға жақындасып барады. Атакектерін қозғап, менің Шыңғысайдың әскерін бастап, Касилеңнің әскерінің алдынан атой салып шыққанымды құлақ қағыс естісе, Мафуфан мені оңалтпас. Түк болмағанда Тұңғышбайдың аяғын құштырып, мал-мүлкімді тонағанынан қорқады дейсің бе? Жабдықты күні жау алмас деп, бір күні сары бөрте болып жетіп келсе, қатын баланың амандығы үшін қылышына мойын төсегеннен басқа не шара? Одан да қайда барсақ та Алланың бізге берер ырыздығы табылар, алыстап кетіп, амалдап жан баққанымыз жөн болар. Суыт жүрген көш үлкен қалтыннан кіші қалтынға асып түсіп, одан Саябай сайынан Құмсық өзеніне асып түсіп, осы өзенді құлдай көшіп, Мақайға келіп бірнеше күн еру болып, тұрғын моңғолдардан жолбасшы шумайлап алып, Мақай мен Тәйжілердің арасындағы Сайтангеріш Шойнақты қақ жарып өтіп, Наурыздың орта шенінде Шашақтам күресінің маңындағы Сарғалға келді. Ол тұста бұл төңіректе тұрғын моңғол малшылары аз болғандықтан жайылым кең, жер шөп еді. Ел осы жерде айдың үстінде аялдап, Құсайын бастаған елбасылар тұрғын халықтың елбасыларына барып сәлем қылып, жер сұрап, олардың разылығын алып, елдесіп тату-тәтті отыруға тырысты. Күйек бітіп, мал да төлдей бастады. Құсайын кәбен қатарлылар басшылар 30 неше үйді бастап, Халтын-таудан асып, Мақайдың Шойын қағын басып өтіп, Тәйжінөрдің Сарғалы Шашақтам шіркеуіндегі ақ төресіне сөйлесіп, Сырылтам ордасындағы Таңба төресіне барып сөйлесіп, біз көшіп бара жатқан елміз, бізге аз уақыт отыратын қоныс берсеңіздер дейді. Таңба төренің берген жауабы: қоныс жағдайын Үштамда Депчин деген зәңгіміз бар, сол біледі деп, төре оған хат жазып беріп, Құсайын хам қатарлы елбасыларын қонақ қылып қайтарады. Құсайын Тәйжіде төрелерді қонаққа шақырады. Таңба төре Құсайынға ерулікке 8 шай, 8 еркек қой ала келді. Құсайын төрелерді қонақ қылып күтіп, оларға атқа кілем жауып жамбы ұсынады. Төре кілем мен жамбыны алып, атты Құсайынның өзіне беріп, сен көшіп қонып жүрсің, саған ат керек дейді. Құсайынның елі төренің айтуы бойынша көшіп Үштамдағы Депчин зәңгіге хатты апарып береді. Ол: ойда қоныс жоқ, сендерге қонысты Кәрінгі тауынан берейік деп, 2 моңғолға жол бастатып, Кәрінгі тауынан жайлауды көрсетіп беріп қайтады. Сол кезде жерлік тұрғындармен шынайы тату-тәтті өту Құсайынның көкейтесті ойы еді. Демек, осылай істеу елден, жерден ауған жалпы көшпелі қазақтың бірден бір шығар жолы екені даусыз. Демек, Гансу Чинхай жерлік үкіметінен шалғайлап кеткен Құсайын елінің көңілі біршама орнығып жатып қалды. Артымыздан қуғыншы келеді деп ешкімде есіне алған жоқ. Шың дәуірі Йонgjing патшасының басқы жылы, Жақша 1723 жыл. Басқы жылы Шың патшалығы Көшқанның немересі Лобасаңданбыңның ішкі бүлгіншілігін тыныштандырғаннан кейін, Шинхай моңғолдарын 5 бөлікке бөліп 29 қошот деп тұрақтандырды. Сол кезде Тәйжінөр батыс, оңғанат, орта қошот деп аталып, 150 түтін бар еді. Кейін қоғамның дамуына қарай адам саны өсіп, қоғамдық құрылымдарына өзгерістер болды. Шың патшалығының соңғы мен Мингоның басында түтін саны
1500-ге жетті. Қошонның атамандары сол кездегі жағдайға қарай жалпы Қошон көлеміндегі әкімшілік құрылымдарға бір бөлім теңшеулер жасап, бір қанша бірлеспе харекеттерге тоқайлар ауылдарды құрды. Олар Тыңгілік тоқай, қазіргі Долан ауданындағы Номохон районы, Гулмуды тоқай, қазіргі Құлымты қала районы, Бөлімті ауылы, Дәгіл районы, Қазір тоқай, қазіргі Ұтмерін ауылы, Ұтмерін ауылы мен Кәнсің районы, Гәс тоқай, қазіргі Хайши облысының Мақай әкімшілік районы көлемі. Біз жоғарыдағы деректерде 1940 жылдары қазіргі Құлымты қаласының шығысындағы 140 километр жердегі Номохоннан қаланың батысындағы 540 километр қашықтықтағы Гәс районына дейінгі Ұлан-Қайыр даланың бір ғана Тәжінор Қошонына қарайтынын көреміз. Ол тұста моңғолдар Тоқай, ауылды Тоқай дейді. Тоқай сайын бұтқана салып, жалпы моңғол халқы сары лама дініне сенетін еді. Жоғарыда Шашақтам дегеніміз қазіргі Отморын ауылының ауылдық өкімет орындағы шашақтаған бұтқана болатын. Бұл сол кездегі қазір Тоқай ауылының бұтқанасы. Сырылтам дегеніміз сол кездегі Гулмуды Тоқай ауылының бұтқанасы. Қазіргі Құлымты қаласының орнында. Қазақтар бұтқана құрылысының түсіне қарап Шашақтам, Сырылтам деп атап кеткен.